Барыңыз қалай? Бүгін сіздерге осы Pinduoduo сайтынан электроникалық заттарды алуға бола ма? Және алсақ қалай келеді? Қытайша келе ме, әлде орысша варианты бар ма дегендей. Сол нюанстарын бәрін айтатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Мен өзіме арнайы бір ноутбук сатып алдым. Сол жайында қалай келгенін және қандай версияда келгенін, қытайша келді ме, орысша келді ме, соның бәрін осы видеоның соңында айтатын боламын. Сосын міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар, видеоға лайк басып. Электроникалық заттар негізінен салмақпен емес, оның құнына байланысты доставка жасалынады. Мысалы үшін 100 мың теңгелік зат алатын болсаңыз, сол 100 мың теңгенің 10%-ына доставка болады. Яғни 10 мың теңге доставкадан төлейтін боласыз, 100 мың теңгелік затты тапсырыс беретін болсаңыз. Яғни 10 теңге емес, ол жерде немен есептеледі, доллармен есептеп береді сізге. Ал енді көрейік, қандай заттарды тапсырыс беруге болады. Мысалы үшін қазір мен жерге ноутбук деп жазып қояйын. Бұл жерде қараңыздар, Pinduoduo сайтынан заказ беретін болсаңыздар, мүмкіндігінше бренд заттарды алыңыздар. Яғни ноутбук алсаңыз да, телефон алсаңыз да, кез келген бір электроникалық заттар алатын болсаңыздар, соның бренді, арнайы маркасы бар жаңағы электроникалық заттар алыңыздар. Яғни бренд дегенде сол арнайы атауы бар. Мысалы ноутбук алатын болсаңыз, Lenovo деген бар, Asus деген бар. Сол сияқты бренд арнайы атауы барлар, сол бренд деп аталады. Сондай заттар алсаңыздар, сол сенімді болып келеді. Және де қытайский брендтер де бар, оларды алсаңыздар болады. Бірақ енді ол жағы қытайский брендтер Қазақстанда ол запчастары табыла қоймауы мүмкін да. Өйткені Қазақстанда основном сол жаңағы бренді бар, жаңағы Lenovo деген, Asus, HP, сол сияқты жаңағы ноутбуктар бар. Сондай ноутбуктар алсаңыздар, ертең жөндеу керек болып қалатын болса, бір жағы бұзылып, әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Сол кезде оңай жаңағы жөндейтін орталықтарда запчастарды табылу оңай болады. Ал енді сіз китайский зат тапсырыс берсеңіз, ол жақта китайский брендпен, онда ондай заттардың мына жақта запчастар табылмауы әбден мүмкін да. Сондықтан барынша осы брендтерді заказ беріңіздер. Ал енді қараңыздар, мына жерде мен Lenovo деген ноутбук іздеп жатырмын. Мына осыны басайық, міне Lenovo'да іздеп көрейік. Маған енді қазір ноутбук керек та. Яғни оның астына қарай түсеміз, мен былай астына түскеніңізде міне өңкей ноутбуктар шығарып берді мына жерде, көріңіздер. Қараңыздар, енді бұл жерде Lenovo қайсысы екенін білмейсіз, ол жерде өткен жазылмаған. Ондай жағдайда мына жерде қытайшасын жазасыз. Яғни Lenovo деп ағылшынша жаздық қой біз. Қазір бұл жерге қытайша жазамыз. Lenovo IdeaPad 15 деген таңдайық. Енді міне осы Lenovo'ның несін брендін шығарып берді товарлар. Мынандай белгілер болса, бұл 100% бренд, яғни маркасы бар, сенімді жаңағы оригинал Lenovo'ның ноутбуктары деген сөз. Бұларды қорықпай сатып ала берсеңіздер болады, осының белгісі бар болса. Яғни қараңыздар, үстіне басамыз, сосын ішіне кіріп көрейік, қанша екен бағасы. Ана көрейік, 2499 юань дейді. Бағасын көрейік, толық бағасын білу үшін осыны басамыз. Енді жерде міне қандай характеристикамен сатылып жатыр. R5 5500 деген сөз, бұл жерде жаңа процессордың мықтылығына байланысты айтылған. Мынау оперативный память, яғни 8 гигабайт. Мынау жаңағы SSD 512 гигабайт несі память, яғни ноутбуктың памяті сонша екен. Осы характеристикамен осы ноутбуктың құны почти 3000 юань екен да. 2999 юань деп қойыпты мына жерде. Бұл жерде қараңыздар, қазіргі кезде қолданылып жатқан ноутбуктардың және олардың деңгейлері болады ғой арнайы. Ryzen деген бар, R деген Ryzen деген береді. Ryzen 5 дегені ол жақсы, яғни сапасы жақсы. Ryzen 3 деген бар, Ryzen 5 деген бар, Ryzen 7 деген бар да. Осы Ryzen 5 деген уже средний. Бұл Қазақстандағы ноутбуктардың ең жақсы ноутбуктардан кішкене төменде жүретін. Соның бағалары мына 3000 юань екен. Қазір 3000 юань қанша болады есептеп көрейік. Мына 3000-ді көбейтеміз 68-ге. 204 мың теңге екен. Ал бұндай характеристикамен бізде ноутбуктар 204 мың теңгеге никак ала алмайсыздар. Яғни бұл характеристикамен Қазақстандағы бағасы 400 мыңнан ары қарай негізі. Міне осылай көре бересіздер. Қазір мен артқа қайтып басқа ноутбуктарды да көрейін, қанша екен бағалары. Басқа характеристикамен да. Мына екіншісін көрейік. Сатып алу деп басамыз. Мына жерде көрдіңіздер, басқаша характеристикамен тұр екен мына жерде. Бұл жерде не дегені? Мына жерде қараңыздар. Мына жерде жаңағы характеристикамен тұр мынау. Мына көрдіңіздер да? R5 550U 2 жыл гарантиясымен дейді. Енді бұл қытайлықтардан алған, біз Қазақстаннан алдырғаннан кейін бізде гарантия уже жарамайды. Қараңыздар, мына жерде бағасы 2694 юань. Енді мынаны бассақ, мынаны характеристикасы уже мынаған қарағанда мына күштірек. Өйткені R7
Ryzen 7 5700U. Бұның характеристикасы мынаған қарағанда мынанікі күшті деген сөз, яғни мықты деген сөз, процессор мықты. Қараңыздар, бұны қазір мынаны белгілейік, мынаны белгілесек қазір бағасы өзгереді. Міне 2984 юанға көтерілді. Яғни бұл жерде характеристикасына байланысты. Но сапасы болғанда бұл несі, жылдамдығы жақсы, мықты ойындарды көтеретін, процессоры мықты, не деген сөз бұл. Сондай характеристикамен бөлінеді олар. Мына астында тағы басқалар бар, көрдіңіздер мына жерде. Мысалы мына жерде Intel Core i5 деп, мына жерде 5, Intel 5-тікі мынау, Core i5. Сосын мына жерде міне, бұл Core i5, мына жерде солай. Бұл жерде просто айырмашылықтары гарантиямен, яғни жыл. Неше жыл? 3 жыл, 4 жыл, 2 жылдық айырмашылығы бар екен. Бізге қатты гарантияның айырмашылығы несі керек емес, өйткені бізге все равно ал неге Қазақстан келеді, ол өзгереді. Бізге жарамайды. Несі, гарантиясы. Қараңыздар, мына жерде қалай болып тұр, мына жерде қараңыздар, міне Ryzen 7 5700U. Осының басы көрейік, қанша болады деген бағасы. Міне көрдіңіздер, кішкене болса да азайды. Мына жерде срогын көрдіңіздер, міне срогы 2 жыл деп берді. Мына жерде де несі бағасы азайды. Бізге барынша мына срогы үлкендеуін ала берген дұрыс болады, яғни гарантиялық уақыты. Өйткені гарантиялық уақытты қанша көп аласыз, сонша көбірекке шыдайды деген сөз де бұл. Яғни сапасы жақсы деген сөз. Қараңыздар, тағы бұл жерде мына жерде оперативный памяті бар ғой, несі, озу 8 гигабайттығы бар, 16 гигабайттығы бар. Егер 16 гигабайттығы алатын болсаңыз, в общем, сіздің компьютеріңіз ұшатын болады, ешқандай қатпай, процессор өте мықты болады. Біздің Қазақстанға өте ондай ноутбук Қазақстанда қиын табу, бұндай бағаға. Сіз бұндай характеристикамен егер Каспийден алатын болсаңыз, 600 мыңның ары берісіне аласыз. Осындай 16 гигабайттық SSD дискпен, жаңағы осындай R7 5700U деген процессормен алатын болсаңыздар, ондай бағамен әлдеқайда жаңағы ақшасын үнемдейсіздер, Қытайдан алатын болсаңыздар. Міне астында көрдіңіздер ме, бұл жерде SSD диск, бұл жерде көрдіңіздер. Бұрында анау Каспийде сатылып жатқан көпшілік ноутбуктар SSD диск емес сол жерде. Ол жерде основном H дисктер, HHD дегендер. Ондай HHD-лер основном AMD болып келмейді. Процессорлер болады, AMD тағы қандай болып бөлінеді. Тағы бір-екі түрлері бар, Intel деп бөлінеді. Intel-дерде основном сол жаңағы HHD болып келеді. Енді оларда да SSD бар, но основном сондай болып келеді. Бірақ характеристикасы бағасы жағынан олар кішкене төмендеу жүреді. И сапасы сәл нашарлау болады. Өйткені олардың HHD-лерде қатып қалады, көбінесе көп программаларды көтере алмайды, ойындарды көтере алмайды. Қатып жұмыс жасайды, жай жұмыс жасайды бұларға қарағанда. Желательно алатын болсаңыздар ноутбукты ұсынатын едім сіздерге. Мына характеристикамен 16 гигабайт, 512 мен, жоқ ең кемі дегенде. Егер возможно болса, 1 терабайттығын ала берсеңіздер болады. Өйткені қанша памяті көп, сонша сыйымдылығы жоғары, яғни қанша информация көп сияды деген сөз. Енді минимальный 8 гигабайттықта болады негізі. Өйткені бізде Қазақстанда 8 гигабайттың өзі жетіп артады. Ал енді жаңағы арнайы ойын ойнайтын адамдар болады, жаңағы Майнкрафт деген неше түрлі ойындар бар ғой. Сондай ойнайтындарға, кез келген ойынды көтере алатын, алғысы келетін адамдарға осы 16 гигабайт алса жақсы болады. Именно осы характеристикамен, Ryzen-мен, AMD-мен жаңағы осы Қытайдан алатын болсаңыздар, осы характеристикамен алсаңыздар өте тиімді болып келеді. Бұндай характеристикамен Қазақстанда өте қымбат бағасы. Қараңыздар, енді мына осы 16 гигабайттық белгілейік, қаншаға көтереді екен. Қазір мында тұр, мынаған көшірейік. Деп болған емес, мен мынаған көшірейік те. Ryzen 5700U, 3 жыл гарантия. Мынаған қояйық. Ryzen 5700U, Ryzen 7, еміне 16 гигабайттың таңдайы қанша болады екен. Міне, бағасы өзгеріп көріңіздер. 3274 юанға көтерілді бағасы. Қазір есептеп көрейік осының бағасы қанша болады деген бағасы. Міне, бағасы 3274-ті көбейтеміз 68 теңге. Яғни 1 юаныңыз қазір 68 теңге келеді. Міне 222.632 теңге. Міне, осынша ақша болды. Яғни сол характеристикамен сіз бұндай бағаға ондай ноутбук ала алмайсыз, Қазақстанда никак ала алмайсыз. Бұндай характеристикамен алатын болсаңыз, жоқ дегенде бұған 2 есе қосасыз. 200 теңге қосасыз. Міне, 422 мыңға да ала алмайсыз. 500 мың ары берісінде алсаңыз, қона берсе ондай характеристикамен. Міне көрдіңіздер ғой да, электроника өте тиімді ол жақтан алдырған. Міне осындай ноутбуктарды таңдап ала берсеңіздер болады. Міне, бұл енді бір мысал көрсеттім деймін сізге, Lenovo деген. Өйткені мен өзім осындай ноутбук алдым, және бұны әбден зерттедім, қандай жақсы, яғни қандайы маған сай келетінін. Міне осындай Lenovo'лардың барлығынан бәрі брендтер. Бұлардың бәрін құлықпай ала берсеңіздер болады сатып. Сапасы жақсы деген сөз бар. Астына қарасақ,
осындай ноутбуктар ала берсеңіздер болады. Ал енді қараңыздар, сіздер мысалы ноутбук емес iPhone сатып алғыңыз келеді. iPhone кейбіреулер телефон алған кезде қазір мына жерге жазып қояйық. iPhone деп жазайық. iPhone-дардың неше түрлісін шығарып берді, мына жерде көріңіздер. Мысалы мына жерде тұрған бірінші тұрған бұл бренд, яғни бұл официальный осы Apple компаниясының магазині Pinduoduo сайтындағы. Осы магазин сатып алсаңыз, сіз оригиналын сатып аласыз деген сөз. Енді қараңыздар, мына жерді бассаңыздар, мына жерді бассаңыздар, осы iPhone-дан басқа маркадағы телефондарды шығарып береді. Қараңыздар, мен басайын, міне. Міне көріңіздер, мысалы мына жерде Xiaomi деке тұр, мына. Басамыз. Міне Xiaomi компаниясының Redmi неше түрлі телефондар шығарып берді, көріңіздер. Міне Xiaomi компаниясының жаңағы телефондарды жақсы шығып жатыр қазір, өте мықты. Мынау Huawei, мынау Honor деген, Vivo бізде бар, Oppo бар. Қандай мынау OnePlus деген бар еді ғой, сондай екен мынау. Мынау Samsung, мынау есе андай Realme ғой. Мына осындай телефондардың маркалары тұрады осы жерде қатарынан. Oppo'ны бассаңыз, Oppo'ның телефондарын жарып береді. Мына жерде Vivo'нікі бар. Міне, бұлардың барлығы осы оригинал. Осы магазиндерден кіріп мына жерден сатып алсаңыздар, осының барлығы оригинал болып келеді. Яғни осы Қазақстанда сатып отқан телефондардың осы Қытайдағы зауыттағы бағалары. Мысалы мына кіріп көрейік, бағасы қанша екен. Міне осы бағалармен сатып ала бересіздер. Міне осы характеристикамен. Мысалы мына жерде 5G бар екен. Мына 8 гигабайт бар деген жерде. Міне. Міне осы бағамен ала бересіздер. Солай. Міне осылай телефондар таңдайтын кезде міндетті түрде осындай белгілерге қарау керек. Мысалы Oppo'ны белгілейік. Oppo'ны белгіледік. Мысалы біріншісіне кіріп көрейік. Міне көрдіңіздер, мынандай белгісі бар, бренд. Бұндай белгілермен телефон оригинал деген сөз. Міне осылай таңдап ала бересіздер. Енді iPhone алатын болсаңыз, iPhone-ды жаңағы осы белгілермен аласыздар ғой, мына белгімен. Міне осылай сатып ала бересіздер, осындай брендтерді алыңыздар міндетті түрде. Енді iPad деп жазып көрейікші, қана iPad деп жазып көрейік. Не шығады екен? Міне iPad-тың міне оригиналдары шықты сразу, міне Apple-дың өзінің iPad-тары. Мына астына қарай түсейік, былай. Мысалы үшін қараңыздар, мына жерде iPad деп тұр, бірақ бұл жерде iPad емес. Бұл несі, оперативный системасы Android. Қазір басып көрсетейін мен сіздерге. Бұл iPad емес екенін қайдан білеміз? Бұл жерде жазылып тұрады өзі. Характеристикасын жазылды, міне көрдіңіздер, мына жерде Android деп тұр, көрдіңіздер, мына жерде, міне. Android OS. Кейбіреулер осыны iPad деп ойлайды, мына камерасына қарап ше, мынаған қарап. Ол iPad-ты осындай арзан бағада алуға болады деген деп сатып алдым. Оны келгеннен кейін іші Android болып шығады. Міне көрдіңіздер, осылай характеристикасын алатын кезде міндетті түрде қарап шығыңыздар. iPhone алатын болсаңыздар да, осы iPad алатын болсаңыздар да міндетті түрде характеристика қараңыздар. Егер солай Android деп жазылып тұрған болса, ол iOS болып келмейді, никак iPhone болып келмейді, iPad болып келмейді. Сол Android функциясымен осындай сырты iPad-қа ұқсаған болып келеді. Сондықтан міндетті түрде ішіне кіріп характеристикасын қараңыздар. Көпшілік осы электроникалық заттар арзан екен деп қатты арзанын алып алады да, сосын оның сапасы нашар болып келеді. Ондай қатты арзанға қызығудың қажеті жоқ. Бұл өйткені бұл Pinduoduo сайты жаңағы Қытайдың ішіндегі сайт болғаннан кейін бұл жерде оригиналды заттар сатады, жаңағы осындай оригинал емес заттарды сатады. Оның бәрін солай айырмашылығын айыру білу керек. Арзан екен деп сата беруге де болмайды. Сосын мынандай белгі болса да жақсы деген сөз. Мына көрдіңіздер ме? Көп адам сатып алған осы затты. Бұл жаңағы құрамы жаңағы оперативный системасы Android болғанымен, бірақ сапасы жақсы деген сөз. Қазір көрейік мына қандай екен оперативный системасы. Мынаны басайық. Мына жерде жазылмапты маркасы, астына қарай түсейік. Қытайша марка екен осы да. Бұл жерде сол Android көрдіңіздер ме? Бұл жерде Android деп тұр iOS. Осындай Android болғанмен, бірақ сапасы жақсы деген сөз бұлардың. Қолдансаңыздар да болады деген сөз, 458 юань екен. Міне осындай характеристикамен аласыздар. Арзан iPad-тар да бар негізі. Мысалы үшін қараңыздар. Қазір. Міне. Бұл енді бұрынғы
ескі нелер ғой, айпадтар 2018-де шыққан. Қолданамын дейтін болсаңыздар осыны алып қолдансаңыздар болады негізі. Бұлар енді бошный болуы мүмкін. Қазір комментарийін көрейік. Міне адамдар сатып алған, міне балаларына жаңағы не алу үшін, не көру үшін, мультфильм көру үшін осындай алып беріпті. Міне сіздер де балаларыңызға осылай алып берсеңіздер болады арзан бағада. Міне көрдіңіздер. Бұлар барлығы оригинал айпадтар бар. Android емес, іші кәдімгідей айпад. Менікі iOS. Осылай таңдап алсаңыздар болады. Сосын настольный компьютерлер болады. Сол компьютерлерді алдырсаңыздар болады. Қазір Қытайда процессорсыз, яғни процессор ішінде арнайы компьютер, монитор, артында процессор өзінде, яғни ноутбук сияқты шығарып жатыр компьютерлерді. Мысалы мына жерге компьютер деп жазып көрейік, мына қараңыздар. Мына компьютер деп жазған кезде мына қараңыздар, ноутбуктар шығарып берді, ішіне табуға болады. Мысалы міне көрдіңіздер, міне осыны басып көрейік. Қазір осындай процессоры өзінде компьютер, яғни монитор, артында процессор, кішкентай процессормен осының ішіне сыйғызған. Осындай характеристикамен хит болып жатыр қазір осындай нелер, компьютерлер үйге алуға. Мына жерде қазір нелерін көрейік, отзывтарын көрейік. Мына жерде көрдіңіздер, 8944 отзыв қалдырыпты адамдар. Басып көрейік. Міне көрдіңіздер ме? Міне осындай ноутбуктар, ноутбук емес, компьютерлер. Міне көрдіңіздер, міне комплектте міне осындай заттар болады. Клавиатурасы болады, зарядный шнурмен, мышкасы болады. Осындай болып келеді. Бағасы да ондай қатты қымбат емес. Көрдіңіздер, енді бұның ішіндегі несіне байланысты, жаңағы оперативный системасының памятіне байланысты, озуына байланысты, жаңағы AMD ма әлде Intel ма сондайға байланысты бағасы өзгере береді. Бірақ сонда да бұл ол жақтан алдыратын болсаңыз әлдеқайда арзан келеді. Осындай үйге компьютерлерді алдырсаңыздар болады. Сосын PlayStation алдырсаңыздар болады. Мына жерге қазір жазып көрейік, PlayStation деп. PlayStation деп жазып көрейік. Міне жаздық, PlayStation деп жаздық. Енді қараңыз деп көрейік. Міне шықты PlayStation деп. Міне брендпен шықты. Міне көрдіңіздер, бағасы қалай екен. 3128 юань дейді. Бұның да енді характеристикасына байланысты. Мына жерде маркамен, яғни Sonyмен шықты да, Sony PlayStation, Sony маркасымен. Ана көрейік отзывтары, 816 отзыв бар екен. Мен сатып алған адамдар. Міне. Енді Қазақстанда бағасы қанша екенін білмеймін, бірақ бәрібір ол жақтан алдыратын болсаңыз әлдеқайда тиімді болады. Мысалы 200 теңге болса, жоқ дегенде Қазақстанда барыңыз 450-500 теңге алатын жер. Осылай таңдап ала берсеңіздер болады. Мен өткенде осы Windows сайтынан жаңағы видеоның басында айтқандай ноутбук алдырдым. Яғни ол қалай келді, соны айтып өтейін енді сіздерге. Мен өзімнің алған ноутбугымды көрсетейін. Осындай ноутбук келді маған. Көрдіңіздер, зарядкасымен. Сосын жерде ноутбуктың өзі. Сосын защитасы бар, мынандай клавиатураның шаңнан қорғайтын. Мына жерде мишкасы және мишканың астына қоятын жаңағы подобный. Рюкзак. Ноутбук салатын рюкзак бар жерде. Бұл ноутбук полностью ішінің бәрі қытайша болды. Яғни қытайша версиясы, яғни Қытайдан сатып алған екен, оның ішінде орысша Windows болмайды. Яғни сатып алған кезде сол характеристикасын жазылады өзі. Windows 10 ба, 11 ма қайсы установка болатыны. Оны қарайсыздар, және сатып алмастан бұрын сол жаңағы характеристикасын қараған кезде сол жерде OS деп тұрады өзі. Оперативный системасы Windows 11 не болса 10 болуы мүмкін. Оны сол жақтан анықтап аласыздар. Бірақ ол по-любому ауыстырасыздар, өйткені Қытайдағы Windows'тар таза қытайша болады ішінде. Орысша несі жоқ, орыс тілі жоқ оның ішінде. Орыс тілін осы жаққа алғаннан кейін жаңағы прошивка жасап, прошивка болғанда жаңағы переустановка жасайсыздар Windows'ты. Мендегі мына характеристикасы мынау AMD Ryzen 7 и 5700 сондай алдым мен. Оперативный памяті. Қазір оперативный памятін көрсетейін. Менде 11, яғни Windows 11. Параметрге кіреміз мына жерде. Мына жерде астында тұрады. Ол система деген бассаңыз,
міне көрдіңіздер иә, Ryzen 7 5700U. Мына жерде оперативный памяті несі 8 гигабайт озуы. Міне көрдіңіздер, мына озуы 8 гигабайт. Бұл жерде тағы не айтуға болады. Міне Windows-тікі Windows 11 Pro. Көрдіңіздер иә? Windows 11 Pro. Мұндай ноутбуктар негізі Қазақстанда примерно 450-500-ге жуық тұрады негізі ноутбуктар. Мұндай характеристикамен. Мен сол 500 гигабайттығын алдым. Несі памяті жаңағы озуы 8. Сондай характеристикамен алдым. Енді өздеріңіз таңдайсыздар ғой, мысалы сіздерге 8 емес 16 гигабайттығын алсаңыздар болады. 512 емес 1 терабайттық ноутбукты алсаңыз болады памяті. Енді бағасы кішкене жоғары болады, бірақ соған стоит болады да. Солай сатып ала бересіздер. Сосын бұл жерде көпшілігі сұрайды, қытайша ноутбук қытайша келе ме ішінде? Иә, қытайша келеді, бірақ оны переустановка жасауға болады. оп-оңай ол қиындығы жоқ. Қазір интернетте неше не бар, официальный сайты бар, осы Windows-тың. Сол Windows-тың официальный сайтына кіріп, жаңағы Windows 10-ды немесе 11-ді скачать етіп, установка жасасаңыздар болады. Мен арнайы соған арнап бір Telegram ашып қоямын, Telegramға түсіп, сол жерге жаңағы Windows-тың официальный жаңағы программасын салып қоямын, сол жерден кіріп скачать етіп установка жасасаңыздар болады, егер алатын болсаңыздар. Сосын арнайы осы Windows-тың өз официальный сайтында пробный нелері болады, ключтері болады. Сол ключтерін алып қолда қолдансаңыздар болады. Яғни сол активация жасау үшін. Солай достар, видео ұнаған болса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, сұрақтар туындап жатса WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар. Бұл карго жайында яғни осы ноутбуктар, яғни электроникалық заттар алдырам дейтін болсаңыздар, яғни жеке өздеріңізге WhatsApp нөмір қалдырып қоямын, сол жерде арнайы тасымалдайтын осы карголар бар, электроника. Бірақ енді ол ақылы болады, алам десеңіздер. WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық ақпарат беріледі. Сол достар, Қытайдан осындай заттарды тапсырыс берсеңіздер болады, алдыруға болады. Уайымдамай, яғни сенімді карго болса, алдыртып, осыны арзан бағамен алып қолдансаңыздар болады. Ең бастысы осы каргоға негізі алып келетін, тасымалдайтын, сындырмай, бөліндірмей, әдемілеп әкеліп беретін сенімді карго болса болғаны. Сенімді карго іздеген болсаңыздар хабарласыңыздар, менде бар, өзім қолданып жүрген карго, бірақ енді ақылы болады. Хабарлассаңыздар WhatsApp-пен толық ақпарат беріледі. Солай достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер видеоны. Барынша көп адам көрсе, осындай арзан бағада сол жақтан алдыруға болатын, яғни қандай характеристикамен алдыруға болатын барлығын көріп біліп, жаңағы арзан бағада алдырсаңыздар болады. Солай, сау болыңыздар.